Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді рецептпен бөлісетін боламын. Бұл құймақтардың рецептісі. Өте сенімді рецепт. Осы рецептпен талай жасадым және әрқашанда керемет болып шығады. Сондықтан сізге де жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Міне, ары қарай көріңіз. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, тұз, сұйық май, 2 ас қасық жылы сүт, 500 мл және де ұн 250 грамм керек болады. Ең алдымен 2 ас қасық қантты жұмыртқаға қосамыз. Өз қалауыңызша үлкейтсеңіз болады, көлемін қанттың. Және одан кейін тұз, одан кейін 1 шай қасық сода. Енді осыны жай ғана араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін сүттің тек 100 мл ғана қосамыз. Ингредиенттердің барлық граммдары видеоның астында тұратын болады. Видеоның описаниясында. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Енді одан кейін ұнды қосамыз. Міндетті түрде ситадан өткізіп алу маңызды. Барлық ұнымызды қостық. Енді тағы да араластырамыз. How we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қалған барлық сүтімізді қосамыз. Осындай әдіспен жасасаңыз, сізде түйіншектер болмайды. Қамырыңыз гладкий болып шығады. Сондықтан осы әдісті міндетті түрде қолданып көріңіз. Ең басында барлық ұнымызды салып аламыз, одан кейін барып қалған сүтті құямыз. Міне енді тағы да жақсылап араластыру қана қалды. Жақсылап араластырғаннан кейін қалған тағы да сүтімізді құйып араластырамыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай қамырымыз өте күшті болып шықты. Енді ең соңғы ингредиент 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Енді тағы да жай ғана араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 20 минутқа жай үстелдің үстіне қойып қоямыз. 20 минут тұрды. Қамырымыз осындай консистенция болып шығу керек. Қамырымыз өте күшті болып шығады. Жақсылап табамызды қыздырамыз. Және екі жақтан үстіп қорып пісіреміз. Міне блиныларым пісті. Осындай өте күшті болып шығады. Және де маған сеніңіздер, дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.